Қызық дерек айтайын ба? Асқабақ көкөніс қатарына жатпайды, өйткені қауын, қарбыз және асқабақ жидек саналады екен. Жидектің тағамды құнары мол екені баршаға белгілі. Ал күзде пісетін жеміс жидек көкөністер қандай? Сонымен қатар асқабақ туралы не білеміз? Асқабақ ұлпасында пайдалы дәрумендер мен микроэлементтердің көп мөлшері кездеседі. Мысалы, В дәрумендерін кез келген жеміс жидектерден таба аласыз. Әлем диетологтары артық салмақпен күресетін адамдарға да асқабақ жеуді ұсынады. Арықтау үшін бұл жидек таптырмайтын құрал. Өйткені асқабақта зат алмасуды жылдамдататын әрі ас қорытуды жақсартатын Т дәрумені бар. Сондықтан асқабақты ет тағамдарына арналған ең үздік гарнир деуге толық негіз бар. Асқабақтан дайындалған шырынның да пайдасы өте зор. Әсіресе қан аздыққа қарсы керемет ем. Сонымен қатар көзі нашар көретін адамдарға асқабақ шырынын ұсынуға болады. Күн салқындағанда дүкендерде көп сатылатын жемістердің бірі құрма. Құрмада қызғылт сары пигмент бета-каротин көп кездеседі. Ол аллергияның қозуына келеді. Сондықтан 3 жастан асқан балаларға ғана құрма жеуге болады. Құрма ауыз қуырмау керек, дегенмен ондай түрлері де бар. Көптеген құрмалардың ауыз қуыруын әлі піспеген деп қарауға болады. Сондықтан құрманы алатын кезде сыртына көңіл бөліңіз. Қабығы жұқа әрі мөлдір болған сайын құрманың еті тәтті болады. Жемістегі тамыр сияқты сызығы көп болған сайын дәмді болады. Піскен әрі дәруменге бай құрманың түсі тоқ сары немесе қоңыршыл сары болады. Егер сіз королек деп аталатын құрманы таңдасаңыз, оның түсі сүтті шоколадқа ұқсас келеді. Алтын алма атауымен Афродита кезеңінен кеңінен танылған жемістің қазіргі күні де өз орны ерекше. Алма, алмұрт жемістерінің тұқымдасына жататын айваның өзіндік ерекшеліктері молынан кезігеді. Қытайда бұл жемісті ұзақ жасаушы жеміс ретінде қабылдаса, Жапон елінде жасыл мен сары түске оранған ағаш ретінде қабылдайды. Тұқымында өзінше ащы реңк болғандықтан оны шикі күйінде қолданбайды. Айва жемісінің өзіндік бір ерекшелігі хош иісінде. Сіз айвадан жасалған тағамды не тосапты іше отырып, жеке жеңізде орын алған келеңсіз жағдайлардан алшақ боласыз. Ұзақ жасаушы жеміс болғандықтан сіздің де өміріңіздің жақсаруына өз ықпалын тигізетіндігін ескергейсіз.